Жалпы қазаққа тән болмыс дейтін болсақ, білімі мен имандылығы жүзінен көрініп тұрса, мінезді болу, осы үш нәрсе ер азамат үшін керек нәрсе. Себебі қай нәрседе де білімсіз сөйлей алмайсың, қай нәрседе де жақсы жаманын, адал арамын айыра алмасаң, көп жағдайда соқтығасың. Үшінші, мінездің болуы. Туралық айтатын жерде айта білетін жерде туралықты айту, әділдікті айта білетін жерде әділдікті, яғни дипломат болатын жерде дипломат болу, оған да үлкен бір мінез керек. Мінекей осы үш сипат болған азаматта, яғни қай жерде де оның бойы тұлғасы көрініп тұрады. Сондықтан ер азаматқа меніңше осы бірақ екі ғылымды да қатар білу, соның ішінде жаңағы мен айтып жатқан дін менен ғылымды қатар білу. Ахмет Байтұрсынов деген кісінің бір сөзінде бар: адам ғылымды біліп дінді білмеу, сол көзің ашық болып оң көзің соқыр болғанмен бірдей. Ал дінді біліп ғылымды білмеу, оң көзің ашық болып сол көзің соқыр болғанмен бірдей. Адамға бір көзбен жүруге лайық па? Әрине, екі көздің екі шамшырағы сияқты екі ілім де өмірдегі шамшырақ. Демек, адамның қандай да бір тұлға болып қалыптасу үшін ілім керек. Яғни бірақ оның адамгершілігі де бойынан көрініп тұрады.